Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге Аялым апай кезекті нұсқау талдауымыз қаңтар облысына келуі мүмкін сұрақтарды бүгінгі нұсқа талдауда бірге қарастыратын боламыз. Жақсы, бірінші сұрақтан бастайық. 4000 аралы бар қазіргі ұдайы өсудегі ел дейді. Қазіргі ұдайы өсу деп тұрғанымыз не бұл сұрақтағы? Ұдайы өсу жалпы белгілі бір территорияда жүзеге асатын табиғи өсім мен механикалық өсімнің ара қатынастарының жиынтығы. Қазіргі ұдайы өсу типіндегі ел деген сөз бұл елге демек туу көрсеткіштері төмен процестер тән, өлім көрсеткіштері жоғары процестер тән. Яғни қазіргі ұдайы өсу типінде қарттардың үлесі басым. Және де бұл елдер көбінесе дамыған елдер болады. Сұрақта айтады, 4000 аралы бар қазіргі ұдайы өсудегі ел, демек ол бір емес, бірнеше топ арал жиынтығынан тұрады. Ол архипелагтық мемлекет деген сөз. Дұрыс жауап бізде Жапония болады. Себебі Жапонияның құрамында бізде 4000-ға жуық арал бар. Экономикалық тұрғыдан ол бізде дамыған мемлекет. Расымен де қарттардың үлесі жоғары. Себебі адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы бойынша Жапония бізде лидер мемлекеттердің қатарында. Бірақ та Жапонияның құрамында 4000 арал болғанмен де Жапонияның ең ірі деген 4 арал ғана қарастырылады. Оның ең ірісі ішіндегі Хонсю, одан кейін ең кішкентай Сикоку, одан бөлек Кюсю және Хоккайдо деген ірі 4 аралы бар. Жалпы аралдардың саны 4000. Жапония топ аралдық мемлекет, қазіргі ұдайы өсу типіндегі ел. Яғни бұл елде өлім көрсеткіштері жоғары, демек қарттардың үлесі басым деген сөз. Келесі сұрақты қарастырайық. Келесі сұрақта бізде айтады, дүние жүзінің алуан түрлілігі еңбегінің авторы кім? Негізінен бұл кітап 4 томнан тұратын кітап. Бұл еңбектің жазылған уақыты орта ғасырлық замандардың шамасы. Афанасий Никитиннің деген вариантта қарастыратын болсақ, бізде келмейді. Неге? Себебі ол кісіні естіген кезде бізде үнемі Оңтүстік Азиядағы бір ғана мемлекет еске түсу керек, ол бізде Үндістан. Яғни Афанасий Никитин ол да кітап жазады. Бірақ та оның кітабының аты үш теңіздің арғы жағына саяхат деп аталады. Үндістан жерін зерттеген, сол жайлы кітап жазған жазушы әрі саяхаттаушы ол бізде Афанасий Никитин. Аль-Масуди ол араб зерттеушісі, расымен де орта ғасырлық кезеңде өмір сүрген, бірақ та ол кісі жайлы мына ақпаратты білу керекпіз. Масуди бізде Шығыс Африканың территориясын зерттеген картографтардың және араб зерттеушілердің бірі. Марко Поло ол жерде дұрыс жауап болады. Себебі Марко Поло негізінен өзінің еңбегінде көп бөлігін Шығыс Азия территорияларын зерттеуге арнаған 4 томнан тұратын осы кітапты жазады. Дүние жүзінің алуан түрлілігі кітабы. Мысалға, бірінші томында Марко Поло өзі нені сипаттайды? Таяу шығыс елдерін сипаттайды. Таяу шығыс деп отырғанымыз ол бізде Ближний Восток, оңтүстік батыс Азиядағы Сирия, Ауғанстан, Иордания, немесе Парсы шығанағындағы елдер, Арабия түбегі елдері соған кіреді. Екінші томында ол Қытайды сипаттаған, көбінесе бұтыда жиі келеді, қай елді жиірек сипаттаған, Қытай мемлекетін көбірек сипаттаған. Үшінші томында оңтүстік шығыс Азиядағы елдерді, жаңағы оңтүстік шығыс Азияда бізде қандай мемлекеттер бар? Индонезия, Малайзия, Филиппин, Вьетнам, Лаос, Камбоджа деген сияқты. Одан кейін төртінші томында бізде Моңғол территориясы мен Моңғолиядағы оның солтүстігінде орналасқан көршілерінің арасындағы саяси кикілжіңді сипаттап жазған екен. Ол бізде Марко Поло. Герард Меркатор неге келмейді? Себебі ол кісіні естіген кезде бізде үнемі ойымызға бір сөз түсу керек, ол атлас. Ең алғашқы болып атласты құрап шығарған ол Герард Меркатор. Ең алғашқы болып жерорта теңізін картада көрсеткен ол Герард Меркатор. Атлас дегеніміз не? Ол бізде қарапайым карталар жинағы. Дұрыс қой. Келесі сұрақ, Көксарай су қоймасы орналасқан өзен. Үшінші сұрақ, су қойма дегеніміз не? Ол бізде канал, адамның өзінің қолымен соғылған, жасанды түрде соғылған су айдыны. Жеке-жеке қарастыратын болсақ, Ертіс келмейді. Ертістің маңында бізде білеміз, ол транзиттік ең ірі өзеннің бірі, ағыны қатты. Бірақ та Ертістің маңында бізде су электр станциялар салынған. Ең ірі су электр станциялар негізінен үшеу. Оның біріншісі ол бізде Бұқтырма су электр станциясы, екіншісі ол бізде Шүлбі су электр станциясы, үшіншісі ол бізде Өскемен су электр станциясы. Келесі, Жайық өзенінің бойында соғылған ең ірі су электр станциясына бізде Көшім жатады. Көшім салынған. Үшіншісі Іле өзенінің бойында соғылған ең ірі су электр станциясы, ол бізде Қапшағай. Сонда бізде дұрыс жауап болады. Не екен? Сырдария өзені болады. Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан Қызылорда облысындағы Қазақстанның ең лайлы өзені. Сол жерде Көксарай су қоймасы салынған. Келесі, төртінші сұрақ. Атлант мұхитының шығанағы. Шығанақ деген не? Елестетейік, мынау бізде карта. Ол картада бізде белгілі бір құрлықтың территориясы орналасады. Сол
құрлыққа сұғына еніп тұрған белгілі бір су айдынының бөлігі ол шығанақ. Орысшасы залив. Мысалға мына бір картаға қарайтын болсақ, құрлыққа сұғына еніп тұрған су айдыны ол теңіздің бір бөлігі болуы мүмкін, мұхиттың бір бөлігі болуы мүмкін, иә. Құрлыққа сұғына еніп тұрса, ол бізде залив немесе шығанақ болады екен. Атлант мұхиты ол бізде міне картада осылай берілген. Яғни дұрыс жауабы бізде болады Бискай. Дұрыс қой, Бискай. Дэвис неге келмейді? Дэвис негізінен расымен де Атлант мұхитында орналасқан, бірақ та ол шығанақ емес, не? Ол бізде бұғаз. Бұғаз деген не еді? Ол бізде пролив. Екі құрлықтың арасын бөліп тұрған су айдыны. Ол материк пен материкті бөліп тұруы мүмкін, екі аралды бөлуі мүмкін, немесе бір материк пен бір аралдың территориясын бөліп тұруы мүмкін. Яғни Дэвисов ол Атлант мұхитында орналасқанымен шығанақ типіне жатпайды. Бенгал неге келмейді? Бискай мен Бенгалды шатастырмаймыз. Бискай ол бізде міне Испания мен Францияның аралығында орналасқан шығанақ. Ал Бенгал керісінше Үнді мұхитында орналасқан шығанақ. Үндістан түбегі мен Үнді Қытай түбегінің аралығындағы шығанақ. Карпентария неге келмейді? Себеп Карпентария шығанағы Австралияның ең ірі шығанағы, солтүстігінде орналасқан ең терең және ең ірі шығанақтарының бірі. Сонда дұрыс жауап болады бізде Бискай. Келесі сұрақ, 5-ші сұрақ, Арабия түбегіндегі елдердің ерекшелігі. Арабия түбегі бізде дүние жүзіндегі ең үлкен түбек, құрлықтың бір бөлігі, мұхитқа сұғына еніп тұрған құрлықтың бір бөлігі. Ол елдерде біз білеміз, экономикалық тұрғыдан олар бізде қарқыны дамыған. Неге? Себебі ол елдер бізде мұнай экспорттау бойынша көшбасшы елдер. Бірақ та біз білеміз, ол елдерге қандай процестер тән? Ол жерде туристердің саны көбірек. Яғни жергілікті халықтың саны шамамен алған кезде жалпы халықтың саны 12 миллион деп есептейтін болсақ, оның 3 миллионы жергілікті өзінің жергілікті тұрғындары, ал қалған халық саны ол туристар. Яғни бұл елде еңбек ресурсының жетіспеушілігі тән. Және де ол бірінші қасиет. Екінші процесс бұл жерде көрініс табатын. Экономикалық тұрғыдан қарқыны дамыған мемлекет болғандықтан бұл елде өлім көрсеткіштері төмен. Шамамен алған кезде 1 немесе 2 промилленің аралығында ауытқып тұрады. Бұл жалпы тақырып 8-ші сыныптың Әбілмажынова атты авторында берілген. Былай деді: өлім деңгейінің ең төменгі көрсеткіштері Парсы шығанағы елдерінде байқалады. Парсы шығанағы деп отырғаны сол жаңағы Арабия түбегі елдері. Мұнай экспорттаудан көшбасшы. Катар, Бахрейн, Біріккен Араб Әмірлігі, Кувейт, тағы да басқалары. 1 промилле Катарда тіркелсе, қалған 2 промилле осы 3 елде тіркелген екен. Яғни бізде дұрыс жауабы С болады. Келесі сұрақ, Сарыарқадан бастау алатын өзен. Біз білеміз, Қазақстанның орталық бөлігінде жаңағы Ақмола, Қарағанды, қазіргі таңдағы Ұлытау облысының территориясын алып жатқан қазақтың ұсақ шоқысы ол бізде Сарыарқа. Сарыарқадан бастау алатын өзен ол бізде қайсысы? Есіл. Негізінен Сарыарқаның жоталары бізде екіге бөлінеді: батыс Сарыарқа және шығыс Сарыарқа деп. Біз білеміз, шығыс Сарыарқаның бөлігі биігірек. Сол Сарыарқаның жоталары бізде көптеген таулардан тұрады. Соның ішіндегі бізде Нияз деген тауымыз бар. Сол Нияз деген таудан осы Есіл өзені бастау алып, осы Астана территориясымен бәрімен ағып өтеді. Ертіс неге келмейді? Себебі Ертіс Қазақстаннан бастау алмайтын өзен. Ол неден алады? Моңғол Алтайынан алады, Қытайдың территориясынан. Жайық неге келмейді? Жайық та бізде Қазақстаннан бастау алмайтын өзен, ол Ресейдегі Орал тауынан бастау алады. Сырдария да Қазақстаннан бастау алмайтын өзен. Бізде өзендер кейде екі өзеннің қосылуынан да бастау ала береді. Сол Сырдария өзені жаңа Өзбекстандағы Нарын және Қарадария деп аталатын екі өзеннің қосылуынан бастау алады. Ол да келмейді. Яғни дұрыс жауап бізде Есіл болады екен. Есіл негізінен Ертістің саласы. Сол жақ саласы, ол екеуі бір-бірімен қосылып, Об деген өзенге құяды, ал Об өзені солтүстік мұз мұхитқа апаратын ең ірі өзеннің бірі. Келесі сұрақ, мына жерде бізде Есіл вот. Картада былай көрсетілген, солтүстік мұз мұхит алабына жататын Қазақстанның ең ірі өзендерінің бірі. Келесі сұрақ, Адан шығанағы мен Қызыл теңізді бөліп тұрған бұғаз. Бұғаз деген не екен түсіндік? Су айдыны екен. Мысалға, елестетейік, мынау бізде бір құрлық, мынау бізде екінші құрлық. Екі құрлықтың арасын бөліп тұрған су айдыны ол бізде бұғаз, пролив. Адан шығанағы мен Қызыл теңіз ол бізде екеуі де Үнді мұхитының территориясында орналасқан. Дұрыс қой. Мынау қызыл түспен берілген бөлік ол бізде Аден шығанағы.
Аден шығанағы Оман, Йемен территорияларын алып жатыр. Ал Қызыл теңіз дүние жүзіндегі ең тұзды теңіздің бірі, әрі ең жылы теңіздің бірі. Осының аралығында орналасқан бұғаз Баб-эль-Мандеб бұғазы деп аталады екен. Дұрыс жауабы бізде Б болады. Суэц ол негізінен канал, оңтүстік батыс Азияда орналасқанымен, ол керісінше Жерорта теңізі мен Қызыл теңізді жалғастырып тұрған канал. Келмейді. Ла-Манш ол Атлант мұхитында орналасқан, Ұлыбритания мен Францияны бөліп тұрған бұғаз. Ол да келмейді. Гибралтар бұл бұғазды кейде Транспиреней магистралі деп атайды. Тікелей Жерорта теңізі мен Атлант мұхитын жалғастырып тұрған су айдыны, немесе Марокко мемлекеті мен Испания мемлекетін бөліп тұрған бұғаз. Ол да келмейді. Келесі сұрақ, 8-ші сұрақ, ақш, Қытай, Бразилия, Индонезия елдерінің ортақ белгісі не? Былай қарап тұрсақ, бұл елдердің барлығы дүние жүзінде экономикалық тұрғыдан болсын, халық санының тұрғысынан болсын, бізде көшбасшы мемлекеттер. Дүние жүзіндегі гигант мемлекеттер деп атай аламыз. Неге? Себебі олар территориясы бойынша да лидер топ 10-қа кіреді. Индонезиядан басқа, ақш, Қытай, Бразилия, Индонезия елдері негізінен халық саны бойынша лидер мемлекеттер. Халық саны 100 миллионнан асатын елдер, олар осы төртеуі. Бірақ та біз білеміз, ақш ол бізде дамыған мемлекет. Қытай ол бізде дамушы мемлекет. Оның ішінде жетекші дамушы мемлекет. Қытай мен Бразилия ол екеуі де жетекші дамушы елдердің бірі. Ал Индонезия жаңа индустриялы ел. Жер аумағы 3 миллионнан да көбірек олардың негізгі алып жатқан аумағы. Индонезия жалпы халық саны бойынша дүние жүзіндегі 4-ші орынды иемденетін мемлекет. Әрі дүние жүзіндегі ең ірі ислам мемлекеті. Себебі халық саны бойынша ол лидер, ұсынатын діні ислам, тек қана ислам емес әрине. Бірақ та сол бойынша, халық саны бойынша алдыңғы орында тұрғандықтан ең ірі ислам мемлекетінің қатарында. Так, жалпы бізде Б болады бұл жерде. Дұрыс жауабы. Мұнай экспорттаушы елдер келмейді. Ол негізінен тас шығанағы елдері бір тіл әулетінің құрамында емес. Келесі сұрақ. Марқакөл Қазақстанның шығыс бөлігінде орналасқан тектоникалық көл. Алтай тауының қай бөлігінде орналасқан дейді. Алтай тауы бізде Қазақстан территориясында 3 жотаға бөлінеді. Картаға мұқият қарайтын болсақ, оның біріншісі Қалба жотасы, екіншісі ол бізде Батыс Алтай, немесе оны Кенді Алтай деп атайды. Неге? Себебі дәл осы Кенді Алтайда бізде полиметалдар, алтындар көбірек өндіріледі. Енді алтындар, түсті металдар таулы аймақта көбірек кездеседі ғой. Демек, ол территорияда сол түсті металдар көбірек өндірілгендіктен Кенді Алтай деген атауға ие болған. Және де үшіншісі ол бізде оңтүстік Алтай деп аталады. Енді картаға мұқият қарайтын болсақ, мына Марқакөл деп аталатын тектоникалық көл оңтүстік Алтай жотасына кіріп кетеді екен. Демек, Қазақстанның оңтүстік Алтай бөлігінде орналасқан. Келесі сұрақ. Біріккен ұлттар ұйымы ішіндегі азық-түлік мәселесімен айналысатын ұйым қалай аталады? НАТО дейін десек, ол бізде келмейді. Себебі НАТО ол бізде не? Әскери блок. Евроодақ пен Солтүстік Америка елдерін қамтитын құрамында 32 мемлекеті бар әскери блок. Сол елдерге кіретін мемлекеттердің бейбітшілігін қамтамасыз етіп отырған ұйым. Дұрыс жауабы бізде ФАО болады. Негізінен ағылшын тілінен енген сөз. Жаңағы аштық мәселесі, азық-түлік жетіспеушілік мәселесін барлығын осы ФАО шешіп отырады. Нафта ұйымын шатастырмаймыз. НАТО мен нафта ол наоборот керісінше сауда ұйымы. Оған тек қана Солтүстік Американың елдері кіреді, яғни Мексика, Канада, ақш. Шанхай ынтымақтастық ұйымы негізінен жаңа Қытай, Қазақстан, Тәжікстан деген сияқты елдерге тән, Орталық Азия және Шығыс Азия елдеріне, оларда сол мемлекеттердің бейбітшілігін қамтамасыз етіп отырған ұйым. ЮНЕП ол мүлдем басқа ұйым, ол тек қана қоршаған ортада болып жатқан мәселелермен айналысатын, соларды шешетін ұйымның бірі. Келесі сұрақ. Кельт тобына жататын халық. Кельт негізінен бізде Үнді Еуропа тіл әулетіне кіреді. Біз білеміз, Үнді Еуропа тіл әулеті дүние жүзіндегі ең кең таралған тіл әулеті, тіл семьясы. Себебі дүние жүзінің 45% осы тіл әулетіне жатады. Соның ішінде кельт тіл тобы ол сол әулетке кіреді. Мысалы, қазақтар, қырғыздар, өзбектер, олар түркі тіл тобы Алтай тіл әулетіне кіреді деген сияқты бөлінеді ғой тіл әулеттері. Кельт тіл тобына негізінен Европадағы, нақты айтатын болсақ, Батыс Еуропаның Уэльс тұрғындары кіреді, және де Ирланд.
халықтары кіреді екен. Парсылар ол бізде иран тіл тобы, келмейді. Орыстар ол бізде славян деп кете береді, гректер гректерге кіріп кетеді. Бірақ барлығы да бір тіл әулетінде орналасқан. Келесі сұрақ, мұнай көлемін өлшеу бірлігі. Кез келген өлшем бірліктің өзінің өлшеу шамасы болады. Мұнайдың өлшеу бірлігі негізінен баррель деп аталады. Негізінен тонна есептеліне береді, бірақ та бұл жерде дұрыс жауабы негізінен баррель, 2 р. Дұрыс жауабы осы болады. Миллиметр сан бағанасымен бізде атмосфералық қысым өлшенеді. Келесі сұрақ. Маршрут бойымен жүріп, жер телімдерін зерттейтін әдіс. Маршрут бойы деп отырғанымыз А точкасынан Б точкасына барар жолда біз өзімізге не құрамыз? Жол, жергілікті жердің сызбасын құрамыз. Ол бізде далалық әдіс деп аталады. Себебі далалық әдістің басты ерекшелігі ол кеңседе, офиста отырып, немесе метеостанцияда тұрып зерттелінетін әдіс емес. Экспедиция құрып, команда құрып, бригадирін талдап, профессионал мамандарын таңдап, сол жергілікті жерге баратын, сол жерді зерттейтін әдістің бірі. Далалық әдісте сізге белгілі бір жер объектісін береді. Сол бойынша сізге маршрут құр дейді, неден кейін не істеу керек. Мысалы, осы топырақтың, осы жердің топырағын зертте, суын талда, тереңдігін өлше дейсіз. Сіз не істейсіз? Қолыңызға инженерлік құралдарды алып, оның тереңдігін, ұзындығын өлшейсіз. Сол жергілікті жерде. Яғни тікелей зерттеу жұмысымен айналысады, ол бізде далалық әдіс. Далалық әдістің өзі бізде жаттап аламыз, 2-ге бөлінеді. Ол экспедициялық әдіс, екіншісі стационарлық әдіс. Стационарлық әдіс жаңағы бір орында отырып кеңседе, лабораторияда жүргізілсе, экспедициялық әдіс керісінше тікелей далада жүргізіледі. Экспедициялық әдіс негізінен уақытша типте болады, себебі ол оның ұзақтығы 1 апта болуы мүмкін, 1 ай болуы мүмкін, 1 жыл болуы мүмкін, яғни уақытша. Стационарлық әдісті қалай жатаймыз? От слова станция, яғни бір орында тапжылмай тұрады, және де ол күнделікті жүргізіледі, зерттеу әдістері. Негізінен географияда зерттеу әдістерінің бізде 3 түрі бар: далалық әдістер, картографиялық әдістер және теориялық әдістер. Теориялық әдістер олар ғылыми фактілерге ғана негізделген әдістер. Оларға мына жерде тұрған 4 түр кіріп кетеді. Соның бірі модельдеу. Модельдеу неге келмейді? Себебі ол теориялық әдіске кіріп кетеді деп айттық қазір ғана. Модельдеуді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, сіздер бір нысанның көшірмесі деп жаттап алсаңыздар болады. Яғни бір нысанның копиясы. Мысалы, жердің копиясы, көшірмесі ол не? Глобус, немесе карта. Яғни бір нысанға ұқсайтын нысанды жасап шығару ол модель. Салыстырмалы әдіс тоже самый теориялық әдістің ішіне кіріп кетеді. Ол да келмейді. Сонда дұрыс жауабы болады бізде далалық. Келесі сұрақ. Минералдардың қатылық шкаласы. Минерал деген не? Минерал дегеніміз жер қыртысын құрайтын химиялық элементтер. Оның құрамы бір немесе бірнеше химиялық элементтен тұруы мүмкін. Жалпы бізде жер бетінде 3400-нан астам минералдар толып жатыр. Олардың қаттылығын анықтайтын шкала Маус деп аталады. Кейбіреулер Моус деп те қойды, ол да қате емес. Маус деген негізінен ғалымның атына байланысты берілген шкала. Бұл шкаланы ол ғалым қалай анықтаған? Мысалға, дүние жүзіндегі ең қатты минерал десе, біз қалай жауап береміз? Ол алмас. Ал дүние жүзіндегі ең жұмсақ минерал ол бізде тальк. Бұл шкаланы қалай ойлап тапқан Маус деген ғалым? Жаңағыдай методом царапания дейді. Яғни бір затпен екінші затты тырнау арқылы бұл қаттылықты анықтаған. Мысалы, қарапайым қарындаштың қаттылығы 1-ге тең, тырнағымыздың қаттылығы 2-2,5, ал алмаздың қаттылығы 10. Егер біз алмазды өзіміздің тырнағымызбен тырнайтын болсақ, ол жерге алмаздың бетіне біздің тырнағымыздың ізі түспейді. Ол нені білдіреді? Демек, бұл минералдың қаттылығы 2-ден жоғары деген сөз. Солай бір-бірімен салыстыру арқылы қаттылық шкаласы анықталған. Дүние жүзіндегі топ 10 қаттылық шкаласы мына бір кестеде берілген. Түсіріп жаттап аламыз. Келесі сұрақ. Ақтөбе облысының негізгі пайдалы қазбасы. Ақтөбе облысы бізде Қазақстанның батыс экономикалық ауданына кіретін, қазіргі таңдағы аумағы бойынша ең үлкен облыс. Негізінен Ақтөбе облысында бізде қара металл өндіріледі. Нақты айтатын болсақ, ол бізде хром. Білеміз, кез келген пайдалы қазбаның өзінің шартты белгісі болады. Хромның шартты белгісі құм сағатына ұқсайды. Яғни, мына жерде тұрған 3 бұрыш
астыңғы үшбұрыш боялады, және де мынау үстіндегі үшбұрыш боялады. Ақтөбе облысы батыс Қазақстанда орналасқан ең ірі облыстың бірі. Бұрын Қарағанды аумағы бойынша үлкен болса, қазіргі таңда Ақтөбе. Себебі Қарағанды бізде екіге бөлініп кеткен, Ұлытау және Қарағанды облысы деп. Ақтөбе облысындағы негізінен бізде ең ірі деген 3 хром өндіретін кен орын бар. Жаттап аламыз. Оның біріншісі Кемпірсай, екіншісі Дөң, үшіншісі Хромтау. Хромтауды жаттау оңай деп ойлаймын. Хромтау, деп осылай үшке бөлінеді екен. Келесі 16 сұрақ. Белгілі бір кезең ішінде 1000 тұрғынға шаққандағы адам өлімін білдіретін көрсеткіш. Ол бізде табиғи өсім деп аталмайды. Себебі табиғи өсім дегеніміз туу мен өлім арасындағы көрсеткіш. Механикалық өсім, механика деген сөз ол қозғалыс деген ұғымнан шыққан. Ол нені зерттейді? Біздің елге көшіп келгендер мен көшіп кеткендердің айырмасын зерттейді. Яғни иммигранттар мен эмигранттардың арасындағы айырма ол механикалық өсім келмейді. Туу коэффициенті. Бірақ та оны жазайық десек, мына жерде өлім деп тұр. Демек, дұрыс жауабы бізде өлім коэффициенті болады. Өлім коэффициентінің формуласы бізде былай жазылады. Өлгендердің санын біз жалпы халыққа бөліп 1000-ға көбейтеміз. Сөйтіп туу коэффициентінің формуласын алады екенбіз, Так, келесі 17 сұрақ. Ислам дінінің бағыты. Білеміз, ислам діні дүние жүзіндегі ең жас дін, оңтүстік батыс Азияда пайда болған. Негізінен екі бағыты бар. Біріншісі сунниттер, екіншісі шииттер. Сонда дұрыс жауап бізде болады С. Сикхизм ол әлемдік дінге жатпайды. Ол бізде Үндістанның территориясында тараған ұлттық дін. Ламаизм ол бізде мынау кестедегі буддизм деп аталатын әлемдік дінге кіретін оның бір тармағы. Католицизм ол бізде христиан дінінің бір тармағы. Христиан дінінің тармағы үшке бөлінеді: католицизм, протестантизм, православие. Ал исламдікі сунниттер мен шииттер. Шиит бағыты көбінесе оңтүстік батыс Азия елдеріне, жаңағыдай ыстық ошақтарға, немесе Әзербайжан деген сияқты елдерге тән болса, суннит бағыты көбінесе орталық Азия, солтүстік Африка елдеріне тән екен, Сонда бізде дұрыс жауабы С болады. Келесі сұрақ. Шығыс Еуропа жазығының Қазақстандағы, яғни Қазақстан бөлігіндегі басты өзені. Шығыс Еуропа платформасы жазығы Қазақстанның мына бір тұрған батыс аймағында орналасқан. Ол жердегі мынау вариантта тұрған барлық өзендер келеді, бірақ та бізге керек басты өзен, яғни Қазақстанның ең ірі трансшекаралық әрі транзиттік өзені ол әрине Жайық. Себебі Жайық өзені сонау Ресейдегі Орал тауынан бастау алып, Каспий теңізіне келіп құятын ең ірі өзеннің бірі. Ал қалған вариантта тұрған Ор, немесе Жем дегендер ол сол Жайықтың саласы. Сала дегеніміз, мынау бізде негізгі өзен болатын болса, оған басқа бір өзеннің келіп қосылуы приток деп аталады, яғни сала. Сала бізде оң сала, сол сала деп бөліне береді. Еділ келмейді, бірақ Еділ ол бізде Каспийге келіп құяды. Алайда Еділ Қазақстан территориясында емес, Шығыс Еуропа жазығына кіргенмен, ол негізінен Ресейде. Қазақстан территориясына тыс, яғни Волга, ол Еділ. Сонда бізде Жайық болады екен. Келесі сұрақ. Поляр маңында таралған табиғат зонасы. Поляр маңы деп отырғанымыз ол бізде суықтық аймақ. Поляр деген сөзді естіген кезде біз всегда суықтық аймақтарын, су аймақтарын еске түсіру керекпіз. Мынау бізде жер шары деп елестететін болсақ, жер шарын қақ ортасынан бөліп тұрған шартты сызық ол бізде экватор деп аталады. Сол солтүстік жартышарда орналасқан полярлы аймақ ол бізде арктикалық шөл деп аталады. Ал оңтүстік жартышарда орналасқан полярлы аймақ ол бізде антарктикалық шөл деп аталады. Антарктикалық шөл. Яғни полярлы аймақ полюсты аймақ. Демек, дұрыс жауабы бізде Б болады екен. Келесі сұрақ. Гавай, Жапон, кіші және үлкен антиль географиялық нысандарының ұқсастығы неде? Гавай аралдары біз білеміз, мынау Тынық мұхитында орналасқан ақш-ның тәуелді жері болатын топарал. Топарал деген не еді? Топарал дегеніміз бір емес бірнеше аралдың жиынтығынан тұратын нысан. То есть арал ол тек қана бір ғана құрлықты қамтыса, топарал бірнеше аралдың жиынтығын қамтиды. Гавай, яғни топарал. Үлкен антиль және кіші антиль деп отырғанымыз орталық Америкадағы мына аралдар тобы.
Және бізде Жапон болды, иә. Жапон ол бізде тоже архипелаг, потому что сұрақтың басында айта кеттік, ол архипелагтық мемлекет. Ал архипелаг дегеніміз не еді? Ол бізде топарал. Яғни олардың ұқсастығы олардың топарал болуында. Себебі олар бірнеше аралдар тобынан тұрады, және де олардың суасты жоталарының несі жақындасуы бірдей. Ұқсас, жақын. Келесі сұрақ, 21 сұрақ, Оңтүстік Америкадағы жанартау. Жанартау бізде бөлінеді, сөнген, сөнбеген, ұйқыдағы деп. Оңтүстік Америкада тұрған жанартау бізде картада 15, 4 и 7 деген жанартаулар. 15 ол бізде Люлялякау деп аталатын атауы қызық жанартау. 4 ол бізде Охос дель Саладо деп аталатын, Охос дель Саладо деп аталатын сөнген жанартау. Мынау бізде Люляляко, Охос дель Саладо. Ал 7-шісі Катапахи. Котопахи вариантта тұр екен, иә, ол Катапахи Эквадор мемлекетінде орналасқан сөнбеген жанартау. Этно неге келмейді? Этно себебі вообще қайда? Ол Европада мына жерде тұрған 13 деген санмен берілген. Италияның қарамағындағы мемлекет Сицилия аралы. Сол Сицилия аралындағы жанартау ол Этно, иә? Сол арал бізде сөнбеген жанартау болып табылады. Келесі Эребус. Эребус ол бізде негізінен картада 6 деген санмен берілген. Қара теңіз бен Каспий теңізінің аралында орналасқан Кавказ деп аталатын таудың ең биік шыңы. Эльбрус негізінен ол бізде сөнген жанартау. Ол да келмейді. Келесі Кракатау. Кракатау бізде картада 3 деген санмен берілген. Индонезия территориясында орналасқан сөнбеген жанартау ол Кракатау. Яғни дұрыс жауабы болады бізде Д. Қалған жанартауларды жазып жаттап алайық. Келесі сұрақ. 22 жыл ішіндегі шетелдік компаниялардың табысын есептемегендегі өндірілген тауарлар мен қызметтердің құны. Бұл жердегі кілт сөз шетелдік компаниялардың табысын есептемегенде дейді, иә. Яғни біздің территорияда орналасқан бүкіл өнеркәсіп орындарын есепке аламыз, бірақ та территориямызда орналасқан жаңағыдай басқа елдерге тиесілі кәсіпорындарды есептемей алғандағы экономиканың жалпы көрсеткіші бізде жиынтық ұлттық өнім деп аталады. Себебі бұл жерде тек қана отандық өнімдер есепке алынады. Егер шетелдік кәсіпорындармен бірге есептейтін болсақ, ол бізде жиынтық ішкі өнім деп аталады. Жиынтық ішкі өнім біз бәріміз білеміз, ақш доллар есебінде есептелінеді. Ал шетелдік кәсіпорындарды есептемесек, ол ұлттық өнім деп аталады. Сонда дұрыс жауабы болады бізде С. Келесі сұрақ. Экономиканың екінші секторына жататын құрылым. Экономика деген сөз грек тілінен шаруашылықты басқару деп аталатынын білдің. Негізінен оның 4 секторы бар. Мына жерде тұрған қаржы деген бөлім ол 4-ші сектор. Аграрлық дегеніміз ол бізде 1-ші сектор. Сауда дегеніміз ол бізде 3-ші сектор. Сонда дұрыс жауабы өңдеуші болады екен. Өңдеуші өнеркәсіп 2-ші сектор. Оған не жатады? Машина жасау, металлургия, химия өнеркәсібі, ағаш өнеркәсібі ол өңдеуші. Яғни шикізатты алады и оны не істейді? Переработка жасайды. Яғни оны өңдейді. Өндіреді емес, өңдейді. Демек ол 2-ші сектор болады екен. А жалпы 4 сектор бар. Келесі сұрақ. Карта берілген, ол картаға мұқият қарайтын болсақ, мына жерде орталық дейді, жартылай шеткі аймақ дейді, и шеткі аймақ дейді. Картадағы мәліметтер жататын геоэкономиканың категориясы. Геоэкономиканың зерттейтін бізде жалпы 4 категориясы бар. Ол біріншісі, вот қараңыздар, жаттап не бұл? Цель, иә? Яғни нысандық категория. Екіншісі қараңыздар, планета, галактика тұр. Оны біз қалай жаттап аламыз? Ол бізде кеңістіктік категория деп аталады. Үшіншісі, белгілі бір диаграмма беріп қойған, гистограмма беріп қойған. Ол не? Белгілі бір процесті бізге көрсетіп отыр, иә, алдымызға сандық форматта, статистикалық дерек ретінде. Ол бізде көрсеткіштік нысан деп аталады. Төртіншісі ол бізде үдерістік. Яғни 10-шы сыныптың геоэкономика бөлімінде бізде жаттап алу керек мынандай кесте бар. Сол кестенің ішіндегі кез келген сөзінен карта құрастыра салады, немесе сол дәлме-дәл ақпарат береді, иә. Осындай нысан геоэкономиканың қандай категориясына жатады дейді. Жаңағы картада тұрған ғаламдық орталық, жартылай периферия деген аймақтар, ол бізде кеңістіктік аймақтар екен. Сонда бізде дұрыс жауабы болады С. Иә? С. Келесі сұрақ. Бағытын тәулігіне 2 рет өзгертетін жел. Муссон жата ма? Ол бағытын 2 рет өзгертеді. Бірақ бағытын қалай өзгертетін еді ол? Жылына 2 рет өзгертетін жел еді. А бізге керек тәулігіне. Пассат ол бізде тұрақты жел.
ол не то что бағытын, ол қысы жазы бойы бір бағытта соғып тұра береді, иә, тропиктен экваторға қарай. Батыс жел, ол да тұрақты жел келмейді. Демек дұрыс жауап бізде бриз болады. Жалпы жел бізде қалай пайда болады? Жел суық ауа, жылы ауаны ығыстырған кезде пайда болады, дұрыс қой. Бриз бізде демек тәулігіне 2 рет өзгеретін болса, 2-ге бөлінеді деген сөз. Күндізгі бриз и түнгі бриз. Мысалға, күндізгі бриздің суретіне мұқият қарайтын болсақ, біз білеміз, иә, күндіз құрлықтың беті тез қызады, тез суиды. Ал мұхит суы өте баяу жылынады, өте баяу суынады. Егер күндізгі уақытта құрлықтың беті ыстық болатын болса, судың беті салқын болады. Бірақ кешке таман керісінше болады. Күннің сәулесі кеткеннен кейін құрлық тез суынады, ал мұхиттың беті тез жылынады. Демек, күндіз бриз қалай соғады екен? Мұхиттан құрлыққа соғады. Неге? Себебі мұхиттың бетінде суық ауа қалыптасады. Ал суық ауа үнемі жылы ауаны ығыстырады. Ал түнде почему наоборот жүреді? Потому что түнде құрлықтың беті суынады, ал судың беті жылып тұрады. Себебі су өзіне күні бойы жинаған энергиясын түнгі уақытта, кешкі уақытта бойында ұстап тұрады и баяу қайтадан суынады. Демек, күндізгі бриз мұхиттан құрлыққа болады, ал түнгі бриз құрлықтан теңізге қарай болады екен, иә? Демек, бағытын күніне 2 рет өзгертеді, ол бізде бриз. Келесі сұрақ, контекст. Контекстта бізде геосаясат және елтану, иә, елтану бөлімі бойынша 10-шы сыныптың тақырыбынан бізде Маккендердің құрастырып берген әлемнің геосаяси үлгісі берілген екен. Маккендер негізінен геосаясаткер. Дүние жүзіндегі барлық елдерді геосаяси тұрғыдан 3 бөлікке бөліп қарастырған. Бірақ олар тарихи жағынан, географиялық орналасу жағынан Маккендердің пікірі бойынша қандай мемлекеттер құрлықтың орталығында орналасқан, Евразияның орталығында орналасқан, сол мемлекеттердің геосаяси тұрғыдан олар қуатты дейді, мықты деген анықтама бере кеткен екен. Маккендердің моделі бізде 3-ке бөлінеді. Орталық елдер, ішкі жартай и сыртқы жартай деп. Маккендердің пікірі бойынша сыртқы жартайда орналасқан мемлекеттер олар бізде шеткі аймақтар деп аталады. Ал керісінше Евразияның ішінде орналасқан бір-біріне жақын, құрылғы арқылы шекаралас, тарихи тағдыры ортақ елдер, олар керісінше ғаламдық орталық, Heartland елдер, әлемнің жүрегі деп атаған екен Маккендер. И сол бойынша бізде мынандай сұрақтар келген. Ресей, Шығыс Еуропа жататын аймақтар. Ресей, Шығыс Еуропа, Қазақстан елдерін Маккендер Heartlandке жатқызған. Heartland дегеніміз ол бізде ғаламдық орталық дегенді білдіреді. Яғни Heart дегеніміз тікелей аудармасында Heart ол бізде жүрек, Land дегеніміз жер деген ұғымнан шыққан. Яғни қай мемлекеттер Евразияның орталығында орналасқан, ол елдер бізде ғаламдық орталық деп атап кеткен екен, иә, Маккендердің пікірі бойынша. И бір жағынан олардың тарихи тағдыры ортақ, яғни олар үлкен социалистік жүйенің құрамында болған, кейіннен өзінің тәуелсіздігін бертін келе алып, өтпелі экономика елдеріне айналған ретінде қарастырылады. Келесі Евразияның жағалық бөліктері. Енді түсіндік, Евразия ол бізде Heartland болатын болса, Евразияның жағалық бөліктері ол бізде қандай нысан болады екен? Ішкі жартай болады екен, иә? Келесі сұрақ, әлемнің геосаяси үлгісін жасаған ғалым, жаңағы біз айтқан геосаясаткер Маккендер. Келесі, Евразия құрлығының солтүстік шығысын қамтитын әлемнің орталығы, жүрегі Heartland. 30. Геосаяси тұрғыдан басымдылық беретін маңызды аумақ, ол геостратегиялық облыс деп аталады. Яғни Маккендердің беріп кеткен анықтамасы бойынша. Келесі сұрақ, экономиканың жоқ, бұл жерде қайталанып кеткен екен. 31 сұрақ, 30-мен біттік. Келесі сұрақ. 31 мен 35 сұрақтан бастап бізде сәйкестендіру сұрақтары болады, иә? Екі бір-біріне ұқсайтын нысанды береді, пайыздық көрсеткішін, сандық сипаттамалы дерегін береді, және оларды бір-бірімен сәйкестендіру керек. 31-де айтады, ауаның құрамдас бөліктерін пайыз есебімен сәйкестендіріңіз. Ауаның құрамдас бөлігін жалпы бізде 1774 жылы Лаву Азе деген ғалым зерттеген. Айтады, ауаның құрамы тек қана оттек емес, азот, инертті газдар, аргон, пропан, гелий, метан деген сияқты компоненттерінен тұрады. Соның ішіндегі азот 78% алып жатыр. Д. Көмір қышқыл газы 0,3% алып жатыр. Оттегі 21% алып жатыр. Ал инертті газдар
аргон, пропан, гелий деген сияқтылар. Олар 0,93% алып жатыр. Сіздерге 7-ші сыныптың атмосфера деп аталатын бөліміндегі Егорина кітабында берілген осы кестені мұқият жаттап алу керек. Яғни кітапта қалай бар пайызбен дәл солай жаттап аламыз. Бұл сұрақтарда мысалы бұл жолы азот пен көміртек диоксиді, это есть көмірқышқыл газы. Сол келіп тұрса, кім біледі, келесі сұрақта озон мен оттегі келуі мүмкін. Яғни кітаптағы әр кесте, әр сурет маңызды. Келесі сұрақ климаттық белдеулер бойынша субтропиктік климаттық белдеу мен субэкваторлық климаттық белдеуді өзара салыстыру керек. Жалпы бізде дүние жүзінде климаттық белдеулердің саны 13. Оны жүктеп берген орыстың ғалымы Алисов. Климаттық белдеулер бізде екіге бөлінеді. Негізгі климаттық белдеулер и өтпелі. Өтпелі климаттық белдеулердің барлығы суб деген сөзбен басталады. Болды. Субэкватор, субтропик, субантарктика, субарктика деп кете береді. Енді субтропиктік климаттық белдеу картаға мұқият қарайтын болсақ, тропиктік климаттық белдеу мен қоңыржай климаттық белдеудің аралығында орналасқан. Және де субтропиктік климаттық белдеудің басты ерекшелігі бұл жерде өтпелі климаттық белдеу болғандықтан ол әртүрлі мезгілдерге байланысты көрші тұрған климаттық белдеулердің ауа райын, климатын өзіне тартып алады. Себебі бұл өтпелі, нақты емес, негізгі емес. Демек, субтропиктік климаттық белдеулерде жаз мезгілінде тропиктік ауа массалары басым болады деген сөз. Ал қыс мезгілінде қоңыржай ауа массалары басым болады. Яғни астыңғы бөлігін біз жаз деп жаттап алсақ болады. Үстіңгі бөлігі всегда қысқы сезон болып тұрады, қысқы маусым. Субтропиктік климаттық белдеулерде жазда тропиктік ауа массалары әсер етеді екен. Демек, субтропиктік климаттық белдеудің жазы қандай ыстық? Себебі тропиктік климаттық белдеу қандай ыстық әрі құрғақ. Ал қыста бізде не болады? Қысы аязды болады, себебі қоңыржай белдеудің ерекшелігі сол. Одан кейін жауын-шашын түсу жыл мезгілдеріне байланысты өзгеріп тұрады. Демек, сонда дұрыс жауабы бізде не болып тұр? Жаз деген сөзге мән береміз. Жаңа ғана айттық, жазы ыстық әрі құрғақ, қысы жылы ылғалды, ол бізде субтропиктік белдеу болады екен. Субэкваторлық белдеуге мұқият қарайық. Вот, мынау бізде субэкватор екен. Демек, жазда оған экваторлық ауа массалары әсер етсе, қыста тропиктік ауа массалары әсер етеді. Демек, субэкваторда жазда қатты ыстық әрі ылғалды. Неге? Себебі экваторлық белдеудің ерекшелігі сол. Экваторлық белдеуде мәңгі жасыл ормандар орналасқан. Қысы жазы бір ғана сезон жаз деп аталады. Және де ылғалды әрі температура көрсеткіші жоғары. Ал тропиктік белдеулер ыстық және құрғақ. Демек, дұрыс жауап болады бізде қайсы? А жауабы. Жазы ыстық ылғалды, қысы жылы құрғақ. Жыл бойы ыстық және ылғалды деген сөз ол негізгі климаттық белдеу жайлы айтқан. Нақты айтатын болсақ, экваторлық климаттық белдеуді сипаттап тұр. Жазы қатты ыстық, қысы жылы. Ылғал жыл бойы аз түседі. Ол бізде мынау кестеде берілген. Так, ол бізде жай ғана тропиктік белдеу. Көрдіңіз ба мынау? 7-ші сыныптың материалынан алынған. Осын жаттап аламыз. Осы кестені және де мына кестені маңызды кестелер. Келесі сұрақ 33. Табиғи мұраларды аймақтарымен сәйкестендір дейді. Шарлар сайы және Әншіқұм ол бізде табиғи ескерткіштер. Шарлар сайы бізде негізінен Маңғыстауда орналасқан, ал Әншіқұм оны кейде Аққұм қалқан деп атайды. Аққұм қалқан. Ол негізінен Алматыда. Демек, А болады. Сол екеуін жаттап аламыз. Келесі сұрақ. Елдер мен олар жататын экономикалық топтарды сәйкестендіріңіз. Плантациялық шаруашылық елдері және мұнай экспорттаушы елдер. Мынау тұрған екі топта екеуде негізінен дамушы елдер. Дамушы елдер даму типі бойынша 6 топқа бөлінеді. Соның екеуі осы тестте тұр. Плантация деген сөз грек тілінен аударған кезде егу деген сөз. Демек, бұл елдер әртүрлі тропикалық дақылдарды егіп, басқа елдерге экспорттайды, яғни сатады. Демек, бұл елдерде ауыл шаруашылығы жақсы дамыған. Мұнай экспорттаушы елдер енді түсінікті, ол негізінен қандай елдер? Негізінен топ 3 аймақ қарастырылады. Біріншісі әрине Парсы шығанағы елдері, екіншісі Венесуэла, үшіншісі Ливия. Яғни екінің жауабы С болады. Ал бірдің жауабы бізде А болады. Себебі Гондурас елін біз кейде банан өндіретін жетекші ел ретінде қарастырамыз.
Жақсы. Бразилия негізінен ол бізде жетекші дамушы ел, Қытай сияқты. Ал Мальта ол бізде жалға пәтер беруші ел. Яғни туристерге бағыттаған, рекреациялық аймақтарға бағытталған кішкентай арал. Сол жерлерде жалға пәтер беруші ел типіне жатады. Бірақ бұның барлығы дамушы елдер типінде. Келесі сұрақ. Тарихи мәдени аудандастыру жіктемесін аймақтармен сәйкестендіріңіз. Хантингтон және де Вольский. Жалпы дүние жүзінде бізде тарихи мәдени аймақтардың саны 12. Бірақ та әр ғалымның және де әр ұйымның өзінің бөліп жүктеген классификациясы бар. Неге? Себебі әр ғалым бізде тарихи аймақтарды дін тұрғысынан жүктеген біреуі өркениет тұрғысынан жүктеген, біреуі географиялық орналасуы бойынша жүктеген. Мысалға, Хантингтон ол бізде дүние жүзінің аймақтарын дін тұрғысынан жүктеген. Қандай түрге бөлген? Батыс, өркениет, славян православие, ислам, конфуций, индуизм, синтоизм, Латын Америка, Африка деп. Ал бұл вариантта не тұр бізде? Так, африкалық келмейді. Африкалық келе тұрс. Мына жерде бізде Б болады сонда. Вольский ол керісінше, мысалы Хантингтон діни тұрғысынан зерттеп тұрса, Вольский ол дүние жүзінің тарихи мәдени аймақтарын географиялық тұрғыдан зерттеген, географиялық орналасу бойынша жүктеген. Көп аймақтарға бөлген: Батыс Еуропа, Шығыс Еуропа, Ресей, Евразия, Солтүстік Африка және Орта Шығыс, Оңтүстік Азия, Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка, Солтүстік Америка, Латын Америкасы, Австралия және мұхит аралдары деп. Мұхит аралдарының өзі Полинезия, Микронезия, Меланезия деп тағы да бөлінеді. Енді бұл вариантта бізде қайсысы тұр? Қиыр шығыс ол бізде Дальний Восток келмейді. Сонда дұрыс жауабы бізде Батыс Еуропа болады. Келесі сұрақ. Штаб-пәтерлері Париж бен Нью-Йорк қаласында орналасқан ұйымдар. Штаб-пәтер дегеніміз ол бізде әртүрлі мемлекеттерді қамтитын ұйым белгілі бір мәселені шешу барысында жиналыс жасайды. Ол жиналыс әрине белгілі бір мемлекеттің қаласында орын алады. Сол жерде әртүрлі мәселелерді қарастырады, өзара пікірталас болады. Соны біз штаб-пәтер деп атаймыз. Штаб-пәтері Парижде және Нью-Йоркта орналасқан бізде ұйымдардың дұрыс жауабы ЮНЕСКО болады және де Біріккен ұлттар ұйымы болады. Біріккен ұлттар ұйымы негізінен оның штаб-пәтері Нью-Йоркта орналасқан. Ал ЮНЕСКОның штаб-пәтері бізде Парижде орналасқан. Меркосур неге келмейді? Себебі оның штаб-пәтері Монтевидео деп аталады. Монтевидео, Уругвай қаласында орналасқан, Оңтүстік Американың елдерін ғана қамтитын ұйым. ОПЕК ол бізде мұнай экспорттаушы ел, Венада орналасқан, Австрияның астанасы. Атом агенттігі халықаралық ұйымы ол тоже келмейді. Так, одан кейін НАТО ол бізде әскери блок, ол да келмейді. Келесі сұрақ. Казиосат-1 ол спутник. Сол жер серігі бізде қай түбекте орналасқан дейді. Так, Казиосат Қазақстанның ең алғашқы болып 2014 жылы құрап шығарған жер серігі. Бұл не только Қазақстан территориясын, сонау жаңағы Ресейден бастап Оңтүстік Азиядағы территорияны күніне 14 рет қайталап түсіре беретін спутниктің бірі. Қай территорияларды қамтиды? Бізде Ресейден басталатын болса, демек Ресейдің территориясында орналасқан ең үлкен түбек Таймыр деп аталады. Таймыр түбегі мен Оңтүстік Азияда бізде Үндістан территориясы орналасқан, демек осы екі түбектің аралығын түсіреді. Тек қана Қазақстанда емес, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Ресей, Непал, Бутан, Бангладеш бәрін осы Казиосат бір түсіріп тұр. Соны зерттейді. Демек, С мен Е жауабы дұрыс болады. Келесі сұрақ. Картограмма түрлері. Картограмма жалпы бұл бізде картографиялық деректерді визуализациялаудың екі түрі бар, Біріншісі картодиаграмма, екіншісі картограмма. Картодиаграмма ол картада сандық деректерді абсолютті шамамен береді. Гистограмма түрінде, диаграмма түрінде деген сияқты. Ал картограмма түрін біз қолданған кезде ол жердегі деректер бізде көбінесе картаның түсіне қарай кетіп қалады. Яғни картограммалық деректер картаның фонына байланысты бөлінеді. Мысалға, мынау картада бізде Қазақстанның халық тығыздық картасы берілген. Бұл жердегі басты фактор көзіміз неге түсіп тұр? Түске түсіп тұр, Бұл жерде картаның фондық дерегі көзге түседі, яғни түске мән беріледі бұл жердегі деректер. Мысалға, мына жерде 50 деген сан ол халық өте тығыз шоғырланған аумақтарды білдіреді. Ал мына жерде 0,16-дан төмен деген сөз халық өте аз шоғырланған аумақтарды білдіреді екен.
Картограмманың екі түрі бар. Біріншісі фондық, екіншісі нүктелік. Яғни дұрыс жауабы болады бізде С және де F болады. Нүктелік деген сөз, мысал келтірген қарапайым сөзбен, Қазақстанда мұнай қай аймақтарда көбірек өндіріледі? Әрине Атырауда. Демек Атырау аймағы көп нүктемен боялып тұрады. Ал қай бөлігінде азырақ өндіріледі? Мысалға, Батыс Қазақстан облысында, себебі бұл жерде кен орындар саны азақ. Демек бір шама ғана нүкте боялады деген сөз. Фондық, мысалға мынау бізде фондық дерек. Фондық дерек көбінесе штрихталған форматта болады. Келесі сұрақ, Қазақстанның механикалық өсім коэффициентін есептеу керек. Біз механика деген сөз түсіндік қой, ол иммигранттар мен эмигранттардың арасындағы айырма. Бұл жерде халықтың саны берілген екен, көшіп келгендер деп тұрғанымыз ол бізде иммигранттар, көшіп кеткендер ол бізде эмигранттар. Мына жерде механикалық өсімнің коэффициентін есептеу керек. Біз не істейміз? Бірінші механикалық өсімнің өзін анықтап алайық. Не істейміз? Мынау көшіп келгендерден көшіп кеткендерді азайтамыз. То есть 15360-тан азайтамыз 9148-ді. Тез есептеп жіберейік, Так, 15360-тан азайтамыз 9148-ді. Сонда бізде шығады неше? 6212. Енді осы деректі қолдана отырып, механикалық өсім коэффициентінің формуласына саламыз. То есть коэффициент МÖ деймін тең. Қандай еді формуласы? Механикалық өсімнің көрсеткішін жалпы халық санына бөліп көбейтеміз 1000-ға. Ол сол коэффициенттің формуласы. Демек 6212-ні біз 19.921 адамға бөліп 1000-ға көбейтеміз. Сол кезде жуықтаған кезде бізде D жауабы шығады 0,131 промилле. Егер 1000 адам басына шаққанда көбейтетін болсақ, бізде мәніміз промиллемен шығады. Егер біз пайызбен есептейтін болсақ, біздің мәніміз 100-ге көбейтетін болсақ, біздің мәніміз пайызбен шығады екен, Келесі сұрақ, дүние жүзілік шаруашылықтың жаңа 3 моделі. Геоэкономика бөлімінде алынған, бізде 10-шы сыныпта Каймулдинов авторында берілген. Дүние жүзілік шаруашылық құрылымы бойынша негізінен 4 категория ажыратылады. Соның ішіндегі жаңа 3 бөлікті модель ол мыналар. Валерстайнның бөліп берген, жаңағы Европалық одақ, ақш, Жапония деген сияқты елдер ол ғаламдық орталық болады. Өтпелі аймақтар ТМД елдері, Балқан түбегі елдері ол орталығында. Шеткі аймақтар ол бізде периферия аймақтары деп ажыратылады екен. Демек бізде болады өтпелі аймақтар, одан кейін өтпелі аймақтар, одан кейін шеткі аймақтар болады, және де ғаламдық орталық. Осындай 3 түр бар екен. Жалпы бүгінгі нұсқа талдау сіздерге толыққанды түсінікті болды деген ойдамын. Мынау сызбаны мұқият түсіріп жаттап алайық, және де жаңағы нұсқа талдаудың ішіне берілген қосымша кестелерді түсіріп жаттап алайық.